Я өткен видеомда мен уәде еткенмін өзім басымда болған жағдай және оны әуелі алла сосын осы сиқырлы өнімдердің арқасында қалай құтылдым. Әрине послеродовой депрессияға түсіп қалдым, өзімен өзім алысып, вообще мына әлем қараңғы болып кетті. Құдай сақтасын, ешкім басына депрессия деген бермесін. Негізінде адамдар ойбай депрессия стресс дейді ғой, на самом деле депрессия стрессті көрмеген адамдар айтады, көрген адамдар Құдай сақтасын дейді. Мен шынайы көргем, бала босанған әйел адамдар көп түседі оғанша. Мына әлемде менде барлық нәрседен сенім қалды. Ешкімге сене алмаймын. Баламды, өзімді сондай қиын жағдайға түстім. Сосын сол баяғы өнімдер, анам айтты, осы өнімдерді ішші деп. Мен жазылдым ғой, саған дәлелмін ғой деп. Сонымен осы өнімдерді қайта алдым, іштім. Шынымен уже мына ойымдағы жаман ойлар кете бастады. Бір қадам басуға қорқатынмын, баланың жанынан шықпаймын бар ғой. И асқазаным гастрит, почкада пилонефрит хронический, ол менде анамнан келе жатыр, сіңлімде де бар. Сосын асқазаным гастрит, пилонефрит, давление менде постоянно ойнайды, то көтеріледі, то түседі. Өмір дәрімен жүрем, бір сөзбен айтқанда, жастайымнан уже. Содан кейін аяқтарым постоянно, суставтарым тартылып қалатын, басамай қалам, түнде дұрыс ұйықтай алмаймын, потому что суставтар аяғым тартып шығады. Ұйқы дұрыс емес. Содан кейін женскийда куча проблема, хронический воспаление, эрозия, миома, Құдай сақтасын, бір сөзбен айтқанда, сау жерім қалмапты ғой. Сонша жылда жаңағыдай саудамен айналыстым шындығы. Қысты қыс демей, жаз демей, базарда цемент аяқтан өткен, ақшаны артынан қуып жүрген кезде басымнан аяқ сау жерім қалмаған екен ғой. Полностью обследованиеден өттім. Брюшный полости УЗИ деген бар, в комплексе УЗИ деп айтылады, ол басыңнан аяқ түсіріп беретін. Содан 2 жерге барып түстім, сенбей өзімдегі диагноздар. 2 жерде де бірдей шықты. Содан кейін менде басқа вариант болған жоқ, себебі укол дәрілерді алған кезде мен аяқ қолым тартылып қалатын. Асқазаным ауыратын, өзі гастрит, дәрі жей алмаймын, оқысып, жегенім азап болатын дәрін. Сонда осы өнімдерді ішті, сиқырлы өнімдер, ой, прям деген, как будто мені өзім басымнан аяқ майлап жатқандай сезіндім ғой. Бір 7-ші аспанда ұшып жүргендей сразу результат көрдім, Аллаға шүкір. Өмірге қайта келдім, денсаулығым жақсарды, өмірде бәр нәрсені жақсы көре бастадым, өмірде құндылықты түсіндім. Анам ретінде, күйеуім ретінде, досым ретінде, балам ретінде қабылдауды бастадым. Әуелі ала осы өнімдерден, Аллаға шүкір. Міне менің басымнан, оны айта берсем өте көп менде диагноз тағы да. Бірақ егер қызықтырып, осы халықта тура мендегі жағдай болып жатқан адамдар болса, сұрақтарыңыз қойса, мен болашақта ол жайлы тағы да видеолар түсіремін. Бұл сиқырлы өнімдер негізі келесі видеода түсіндіріп берейін, ол қандай өнімдер екен. Жақсы, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.